Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз дауысты дыбыстарды үйренетін боламыз. Дауысты дыбыстар олар А, Ә, Е, И, О, Ө, У, О, Ү, Э. Дауысты дыбыстар дегеніміз айтылу кезінде ауыз қуысынан еш кедергісіз ауа өкпеден шығып тек үннен тұратын дыбыстарды дауысты дыбыс дейміз. Мысалға, дауысты дыбысты айтатын кезде оны қанша созып тұрсаң да айта бересің. Мысалға, А, Ә, Е, мысалға, кез келген дауысты дыбысты қанша созып айтсаң да, ауыздан еш кедергі болмайды екен. Сол үшін олар дауысты боп есептеледі. Енді балалар, дауысты дыбыстардың қандай түрлерге бөлінетінін білетін боламыз. Дауысты дыбыстар жуан, жіңішке болып бөлінеді. Жуан дауысты дыбыстар олар А, О, О, У. Олардың айтылуы жуан болғандықтан оларды жуан дауысты дыбыстар деп атаймыз. Жіңішке дауысты дыбыстар олар айтылуы жіңішке болғандықтан Ә, Е, Ө, Ү, И. Осы дыбыстар жіңішке дауысты дыбыстарға жатады. Енді балалар, дауысты дыбыстар жақтың ашылуына байланысты ашық, қысаң деп екіге бөлінеді. Ашық дауысты дыбыстар А, Ә, О, Ө, Е. Бұлар ауыздың жақтың ашылу қалпына қарай осылай бөлінеді екен. Енді қысаң О, Ү, И, У. Бұлар қысаң дауысты дыбыстар. Енді еріннің қатысуына байланысты екіге бөлінеді екен. Еріндік және езулік. Ерінге байланысты еріндік О, Ө, У әріптері еріндік екен. Езулікке жататын әріптер А, Ә, Е, И, Бұлар езудің созылуына байланысты екен. Енді балалар, дауысты жуан жіңішке дыбыстарға мысал келтірейік. Қарындаш. Бұл жердегі буындар бірінші буындағы дауысты дыбыс жуан болғандықтан, келесі буындардағы дауысты дыбыстар да жуан болып кетеді. Мысалға, қарындаш. Бірінші буында А, келесі буында жуан дыбысты болып айтылады. Торғай. Бірінші буында О, одан кейінгі буын А, екеуі де жуан болып жалғасып тұр. Келесі жіңішке дауысты дыбыстар. Терек. Бірінші буын Е болғандықтан, келесі буында жіңішке дауысты дыбыс болып жалғасады. Терек. Сәбіз. Одан кейін жалғасып жатыр,
сәбіз. Осымен дауысты дыбыстарды біз бүгін үйрендік, балалар. Келесі сабақ дауыссыз дыбыстар туралы болады. Каналға тіркеліп қойыңыздар.